Бүгінгі таңда бизнесте, осы кәсіпте жүрген, ақша табам, табысымды көбейтемін деп жүрген әйелдерге көбінесе өмірдегі балансын сақтап қалу қиын болады, Қалай әйел адам бұл бір балансын сақтауға қандай кеңес бересіз? Жалпы әйел нені иемденгісі келгенде сонымен сыналады. Мысалы үшін бұл үйде отбасында ақшаны мен тауып жатырмын, менің арқамда осындай болып жатыр дей ме, ол міндетті түрде дүниемен сыналады. Немесе күйеуін иемденгісі келсе, бұл менің күйеуім, менің айтқаныммен жүріп, айтқаныммен жату керек десе, сол күйеумен сыналады. Немесе бала менің балам, мен тудым, осындай азаматқа өсірдім, менің тәрбиеммен осындай болды, менің дейтін болса, ол ертеңде келінмен сынақ басталады да. Баланы алшақтап бөліп алып кететін дүние табылады. Біз нені иемденгіміз келеді, сонымен сыналамыз. Сол үшін біз бір нәрсені білу керекпіз. Ризық та, күйеу де, бала да, байлық та бәрі бізге Алладан берілген намет. Менікі емес, ол Алланікі. Осындай жақсы күйеу, ол менің керемет жақсы әйел болғандығынан келіп тұрған жоқ. Алланың маған деген мейірім, махаббаты. Яғни біз еш нәрсені иемденбеген кезде барлық нәрсені баланс жасауға болады жалпы. Алла беріп жатыр. Алланікі, менікі емес. Алланың бұйыртқаны қалады, бұйыртпағаны кетеді. Ештеңені ұстамаймын. Осы кезде бізде ризықта да, күйеуде бәрінде баланс болады негізінде. Бірақ бұл деңгейге жету үшін әлбетте әйел өсу керек, көп өсу керек.